Қайырлы күн, сәлеметсіз, жағдайыңыз қалай? Кездесуге шақырғаныңыз үшін өте ризамын. Рахмет, Алла разы болсын. Есімім Аймаханова Назира Кенжебекқызы, қарапайым қазақтың қара домалақ қызымын. Жалпы психолог, тренермін. Осы Қызылорда өңірінде дүниеге келгенмін. Жалпы Жалағаш ауданында. Қазір осы психология саласында 15 жылға жуық тәжірибем бар. Білімім енді Қазақстанда және шет мемлекеттерде білім алып келдім. Жалпы психология деген кезде енді адамның жан дүниесіне үңілеміз ғой. Жалпы өзім көп отбасында дүниеге келгенмін. Қазіргі таңда Астанада қызмет етіп жатырмын. Осы психология саласын дамытуға және қазақ тілді психологтардың көп болғанын қалаймын. Өйткені біз Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Қанша ұлт болғаны жақсы, әрине, дегенмен де аудитория қазақ өте көп. Солардың жанынан табылып осы қызметімді барынша адамзатқа қызмет етуді өзім өте қатты жақсы көрем. Және ол ісіме қарай адал алған ілім біліміммен бөлісуді және осы өзімнің өмірімдегі наставниктерім арқылы нәтижеге жету. Қарапайым ғана осы. Асып бара жатқан еш нәрсем жоқ. Жалпы осы өмірдегі өз миссиямды тапқан адаммын деп есептеймін. Рахмет сұрағыңызға, Жетер ханым. Шынымен де өте маңызды сұрақ. Жалпы мен дизайн мамандығын қызыл дипломға аяқтадым. Мен әкем өзі дизайнер. Ол ген арқылы да келеді. Бірақ өмірдің заңдылығы кей кезде бөлініп тұрады ғой. Өзім өкінішке орай осы 4-ші курсымды аяқтап, енді жұмыс жасаймын деп жатқанда 52 жасында өзімнің туған әкемнен айырылып қалдым. Сол кезде өмірімде бірінші рет менің адамнан, ең жақын адамымнан айырылып қалу. Сол кезде менде кішігірім, ішкі жан дүниемде өте ауыртпалықтар өте көп болды. Өйткені ол менің әкем ғой, қанша дегенмен. Және де әкем маған өте көп адалдықты, адамзатқа қызмет етуді өте көп айтып жүретін. Содан кейін мен енді қазіргі тілмен айтқанда стресс деп жатады, но бірақ ол кезде ондай дүние болған жоқ. Өзіммен өзім жабылып қалдым. Сол кезде менің өзімнің туған әпкем бар, өте мықты қазіргі таңда рухани психолог ол кісіде. Сол кісінің қолдауымен, анамның қолдауымен біз шет мемлекеттік психолог мамандарға жүгінуге дейін бардық. Яғни менің ішкі күйімнің өте төмен болып кетуі деп есептеймін өз басым. Яғни мен құлдырап кеттім. Әкемнен алатын жылулығым айырылып қалу деген енді ол адам ғой. Тіпті кей кезде заттан айырылып қалсақ та біз паника болып жатамыз да. Сондай өте халім төмен болып кеткен кезде біз Россиядан осындай үлкен тәжірибесі бар психологқа жүгіндік. Сол кезде сол психологтан мен өзіме қажетті, сол жердегі болған жағдайдан мені алып шықты. Бірақ ол кезде мен психолог болам деген менде ой болған жоқ. Өзіңіз айтқандағыдай жаңа киелі қара шаңырақта ұзақ жыл мыңдаған шәкірттердің тәрбиесімен, жастар саясатымен айналысқаннан кейін Құдай тағала мені бір осы бағытқа ұзақ жыл дайындаған сияқты. Өйткені сол психологтан келгеннен кейін ол жайында қалды, әрине тапсырмаларын жасай бастадым. Дегенмен де мен сол университеттегі өте көп ауылдан жерлерден келген папа-мамалар қасында жоқ студенттер менен үнемі кеңес алатын. Үнемі осылай қылсам қалай болады, осындай жағдай болып жатыр, не істесем болады деген сияқты. Тіпті бір кездері жатақханалар тексеруге барған кезде алдымнан охрана менің 15-20 хат дайындап тұратын. Соның бір ғана хатын айтайын, ашпасаң аты жөні жоқ. Как будто мені бір психологқа дайындағандай, психологияда құпия ғой бәрі. Анонимно. Кешкі сағат 7-де физика-математика факультетінің алдында жасыл жемпірмен мен сізді күтем. Болды, ол кім, қай факультеттің баласы, мүлдем ондай болған жоқ. Сонда мен барлығын тастап, сол мыңдаған студенттердің хатымен тығылып отырып, талдың түбінде отырып, кабинетке барып, студенттер сарайына барып, сол студенттермен сағаттап отырып, жаңа өздерінің түсіп кеткен жаңағы өте ақша болмай қалып жатады, аяғы ауыр болып қалып жатады кейбір студенттердің, оны жасыратын еш нәрсесі жоқ. Өгей әкемен тұрады, өгей анамен тұрады, үйіне қайтқысы келмейтін жағдайлар болып жатқан кезде сағаттап, түнделетіп отырып сол студенттермен жұмыс жасайтынмын. Оказывается, кей кезде мен ойласам, Аллах тағала мені осы бағытқа дайындаған екен. Педагог ретінде, мотиватор, наставник болам деп, мотиватор болам деп, одан кейін өзімді сол ситуациядан алып шығып, сосын мен оқи бастадым. Россияның психологтарын зерттей бастадым, оқи бастадым, өзімді жайлап болса да тіктей бастадым. Соның нәтижесінде деп ойлаймын, еш қашанда сосын қарап отырсам, сенесіз бе? 13 жыл, мен енді высшее образование психологияны оқып алдым ғой, университеттен оқып алдым. Қарасам, мен адамдарға көмек берсем, мен өзім бір
1% болса да адамның қуанып рахмет сізге деп, ол кезде психология деген мүлдем не жоқ, ой жоқ. Бірақ апай сізге рахмет деп кеткені мен бір $1000 алғандай қуанатын тұғым, тойып бір шай ішкендей қуанып кететін тұғым. Соған сенесіз ба? 10 жылдан аса уақыт кетіпті ғой. Сон пісіп тәжірибені жинап келіп, жоғарғы оқу психологияны бітіріп, 13 жылға жуық тегін ешкімнен бір тиын алмай адамзатқа осы психология саласында көмегімді беріп келгенім мені қазір қуантады. Неге? Өйткені оның бәрі тәжірибе ғой. Барлық бағыт бойынша қай сала болмасын, сабақ болды маған, сондықтан өзім осыны оқиын. Мүмкін мен өзімді де психолог маман алып шықты, және де менің өмірімде Астанада психолог наставниктерім бар, мені үнемі бақылап отырады, үнемі менің кейстеріме көмектеседі. Осыдан 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын, 7 жыл бұрын Назира осылай деген сияқты. Ұлыбританияда Питер деген менің наставнигім бар. Ол кісі шет мемлекет болған, мен оларда адам ғой. Мен өте көп ізденгенді жақсы көремін, өйткені психология ол затпен жұмыс жасамайсыз, сіз адаммен жұмыс жасайсыз. Бізге ішкі жан дүниесімен жұмыс жасаймыз. Аллах тағала бізді жаратты, бірақ біз сол психологияны жұмыс жасаған кезде жайдан жай, бекерден бекер адам келеді деп ойламаймын бұл бағытқа. Өйткені ол өте үлкен жауапкершілік, және де адамның ол жерде болмысы тұр, адамның жаны тұр, тәні тұр, тағдыры тұр деген секілді. Сіздің әрбір беретін кеңесіңіз адамның өмірін жақсы бағытқа қарай апару үшін өте көп білім керек екенін түсіндім да, үндемей өзім білімімді алай бердім, үздіксіз психологияны зерттей бердім. Бірақ ол жерде бір нәрсені қосып кеткім келеді, әрине. Осы зерттеуімнің барысында қаншама мыңдаған адамдарды қабылдай берейін, біз шетел асып білім алсақ та, ғылым білім бір ғой, түбірі бір психология. Бірақ өзіміздің рухани қазақи менталитетімізде, өзіміздің ислам дінінде барлығы тұр. Соны біз алыстан арбаламай-ақ өзіміздегі құндылықтарымыздан сол мәселені тек маманға бару керек, реттеп алу керек. Подсознательным дейді, бейсаналық деңгейде. Но бірақ адам егер өзінің осы елде, осы жерде өмір сүріп жатқанын, өміріндегі болып жатқан қиындықтарды жеңіл және осы біліммен реттеп алатын болса, тіпті психологтың да қажеті жоқ. Менің түсінігімде әрине. Бірақ біз көп жағдайда айтып жатады ғой, психологияға қазір көп болып кетті осылай деген секілді сұрақтар өте көп, бірақ мен айтар едім, кей кезде маған мынандай да сұрақтар туындайды, мен оны жасырмаймын. Адам жалпы біріншіден өзінің ісін жақсы көру керек. Пол жуатын адам да өзінің ісін жақсы көргенде ғана мына жердің тазалығын біз сеземіз. Дәл сол сияқты біз психолог мамандар, жалпы мен бүкіл психолог мамандардың атынан айта алмаймын, жалпы мен өзімнің кішігірім ғана осы өмірде жасап жатқан еңбегімде айтатын болсам, жалпы психологияда бірінші мамандықты жақсы көру керек, оған деген махаббат болу керек, және оның астарында үздіксіз білім тұру керек, және де алдыңызға келген адамға деген шынайылық тұру керек. Көп адамдар бірінші орынға ақшаны қойып алады, психологияда ақша ол өз алдына да 13 жыл тегін қабылдағанда көбісі айтады, басың дұрыс істемейді, Назира, адам қазір адамды тегін қабылдай ма? Сен неге осылай жасайсың деген менің достарым өте көп болды. Мысалға, сен басың істемейді деген кісілер көп болды. Не үшін мен ол кезде 13 жыл тегін қабылдадым? Өйткені бұл менікі ма? Мүмкін менікі емес, мүмкін мен бір адамдардың тағдырына кері әсер тиіп кетуім мүмкін ғой. Ертең мен Аллахтың алдында жауап беремін. Сондықтан өзімді зерттедім. Мен оған лайықпын ба, лайық емеспін ба деген секілді зерттеулерім өте көп болды. Соңында енді қазір 15 жылға жуық уақыт болыпты. Қазір осы карантин уақытында маған жоғарғы жақтан ұсыныс түсті. Закрытый аккаунтта 3000-ға жуық адамды Инстаграм арқылы мен жеке қабылдадым, тегін. Сол кезде карантинде енді қайырымдылық ретінде, сосын осы 13 жылдық еңбегімді дұрыс деп шешкендіктен мен статистикасын шығарғым келді. Қанша адам результат болады? Егер 50%-дан асса, рахмет сізге, менде осындай результат болды десе, нәтижеге жеттім десе, значит, ақылы түрде 15 жылдан кейін Назира өзінің кәсібін қолға алуға уже дайын деген менде сондай запрос болды өзіме. Сол стартты шешетін момент болды. Момент болды. Адам дайын болу керек. Ал егерде мен бірінші орынға ақшаны қойып алатын болсам, ол кезде ол құндылығымды жоғалтып алар едім. Мүмкін мен ақша қуып кетер едім. Әрине бұл да кәсіп.
иә, ақшаны ешкім жек көрмейді, бірақ менің табиғатым өте қарапайым. Бірінші кей кезде адамдар хабарласады маған, ақшаңыз қанша, қалай, бірінші запросыңызды айтасыз ба, сәлеметсіз ба. Мен 40 минут телефонмен бірінші ол адаммен әдемілеп сөйлесіп бақыттап алам. Сіздің өзіңіздің балаңыздың келейін деп тұрған шешімі бар ма? Жоқ дейді. Жоқ болса мен қабылдамаймын. Мен сізге 2 есе төлеймін дейді. Жоқ, сіз неге бірінші орынға ақшаны қоясыз? Бірінші орынға сіз балаңызды қойыңыз. Фокусты балаға, сіз фокусты ақшаға қойған кезде баланың құны болмай қалады. Деген кезде ол кісілер маған сондай 1-2 күннен кейін звондап тұрады. Иә, шынымен де Кенжебек қызы, балам өз еркімен барайын деп тұр деп. Сондықтан кез келген нәрсеге адамның өзінің шешімі болу керек. Аллахтың қалауы сізге берді, өзіңізге қолайлы, ыңғайлы болса, сіз сол жерден бір ләззат алатын болсаңыз, және сол жұмсалған энергияңызға қаржыңызды алатын болсаңыз, неге жасамасқа? Ең бірінші сол махаббат керек деп ойлаймын. Осылай келдім. Жаңа сіз айтып жатсыз, өте орынды сұрақ қойып тұрсыз. Өзінің болымен деп айтып қалдыңыз, иә? Менің өмірімдегі осы 15 жылда өзімді зерттеп жүргенде, және менің жеке өмірімде, және отбасымда, жан жағымда болған болдар менде өте көп болды. Содан мен шыға алу үшін мен өзімнің алған ілім біліміммен, психологиямен мен өзімді алып шығып нәтижеге жетсем ғана мен біреуді алып шыға аламын. Түсінесіз ба? Сол үшін де уақыт керек. Ал енді қазір шыны керек, өкінішке орай деймін ба, әлде біздің қоғамымыздағы болма, оны да түсінуге болады. Қазір материалдық жағдайды бірінші қойып алдық та, рухани құндылықтарымыз екінші сатыға түсіп кеткендіктен ба деп ойлаймын. Мүмкін мен қателесуім де мүмкін. Мен біреудің атына никогда айтпайтын адаммын. Өйткені ол оның өмірі. Ол да ертең қазір өзінің жауапкершілігі. Алланың алдында да, өзінің алдында да, ана алдына үміт артып келген пенденің алдында дағы жауапкершілігі ол өзінде қалсын. Мен біреудің жауапкершілігін алғым келмейді, бірақ сұрағыңыздың өте салмағы бар. Неге? Өйткені оның артында қаншама халық тұр, қаншама өмір тұр. Мүмкін біреу ажырасып кетуі мүмкін, біреудің дұрыс бермеген кеңесінің арқасында біреу басқаша әрекет етіп кетуі мүмкін. Сондықтан өте сақ болу керек деп ойлаймын. Әрине, менің өзім қанша жыл тәжірибем бола берсін, менің білмейтінім 99. Менің де жаңағы кей кезде ақсаңдап қалатын кездерім болады. Сол кезде наставниктеріме шығып жатам. Сол кезде тереңірек сол психологияны зерттей бастаймын. Қай жерде қандай қателіктерін отырып аламын да, бір пациентті қабылдаймын ба, мен соның кейсін түнімен отырып қараймын. Қай жерде неге бұлай деген сияқты да. Ал жеңіл ақша табудың көзі екен деп айналдырып алып жұмыс істеу, ол біреудің хаққысына кіру деп есептеймін. Біреудің өміріне қол сұғу деп есептеймін. Біреудің қалтасына қол сұғу деп есептеймін. Сондықтан судың да сұрауы бар дейді. Көп болғаны жақсы. Коучтың да, тренердің де, психологтың да, гинекологтың да, стоматологтың да, жалпы ғылымның, әр маманның көбейгені жақсы, бірақ сапалы болғаны жақсы. Өйткені біз оның барлығына жауап береміз. Бұл біріншіден. Екіншіден айтқым келетіні, өкінішке орай жақында маған бір кісі хабарласты. Енді мен өзімнен өткенде айтайыншы, мен басқаның жауапкершілігін тағы да алғым келмейді. Бір психологқа бардым дейді, сағатына 50 000 теңге төлеген, өкінішке орай ол семьяны ажырастырып жіберген. Енді өкінішке орай деп айтпай ақ қояйын, енді өте 17 жыл бірге тұрып, 5 баланы дүниеге әкелген, енді осындай керемет баласы студент болайын деп жатқан шақта, екеуін бөлек-бөлек қабылдап, енді ол менің жақын досым болып келеді, енді аты жөні айтылмаса болды ғой, бұл бастысы. Бізде психологияда заңдылықтар бар ғой, қанша дегенмен. Сонда маған хабарласты, ол басқа қалада тұрады. Назир, ты же психолог, жоқ, мен сені қабылдамаймын. Біз жақындарды қабылдай алмаймыз, өйткені оны біз аяп кетуіміз мүмкін, ол толық ашыла алмауы мүмкін, сосын терапия нәтижесіз болады, сосын оның жауапкершілігі болады деген сияқты мәселелер бар ғой. Сондықтан сол досым хабарласқанда, бір ғана сұрағым бар, Назира, ты же психолог деген кезде, я әрине деген кезде ол кісі маған былай деді. Бір психолог екеумізбен жеке-жеке жұмыс жасап отыру арқылы, үшінші терапияда жұмыстан үйге келсем, күйеуім барлық заттарын алып, күйеуі кетіп қалғанда әйел үйде қалып қойған. Қалай әйел кетіп қалса түсінемін да енді күйеуге. Сосын звондаған ғой, бәр жерден өшіріп тастаған, ешқандай кетіп бара жатырым жоқ. Бір ғана сообщение келген, психолог маған сенен құтыл деп айтты. Ал енді мен ол терапияда жоқпын. Ол семьядағы болып жатқан ситуацияларды, запростарды мен білмеймін, мен кеңес бере алмаймын. Мен бірден ол подругама, досыма айттым, сол психологқа барып, тағы да жұмыс жасауға тырысшы. Мүмкін сенен де бар шығар.
давай ешкімді кінәлама. Сосын өзім отырып сол психолог туралы зерттедім. Сенесіз ба? Высшее образование жоқ. 2 айлық курс оққан, шетелден 6 айлық курс оққан, дұрыс оқыған, мен сөзім жоқ. Өзі мүмкін мықты шығар, бірақ результатты қараңызшы, бір тағдырға кері әсері тиіп тұр ғой. Сондықтан мен ол психологқа сіз неге олай жасайсыз деген менің құқым жоқ. Ол да сөйтіп тәжірибе жинайды, ол да солай. Бірақ барынша адамды алатын кезде бірінші өзінің деңгейіне қарап бастаса екен деймін да. Мүмкін енді бастап сол этаптан, лестницадан көтеріліп жатқанда мүмкін тегін бір жолдай адамдарды қабылдап, қай жерде қателіктерінен тәжірибе жинап барып, тем более 50 000 теңге алу, ол 50 000 біреудің айлығы. А бірақ отбасына жастырып кетіп жатыр. Сондықтан мен бұл жерде енді ол психологқа да сәттілік тілеймін, тәжірибе жинайды, бірақ өте жауапкершілікті сезіну керек деп ойлаймын, Жазира ханым. Сондықтан не в том смысле бұл жерде тек психологтарда, жалпы кез келген мамандықта адам өзі бара жатқан кезде сол қай маманға бара жатқанын, тәжірибесін, дипломдарын, барлығын жаңағындай адамдардан, қазір деген дамыған заман ғой, инстаграмда, тиктокта астында қазір адамдар өте сауатты, өте барғанын шынайы жазады, комментарийларға қарап, өзінің тұрысына, сөз саптауына деген сияқты бәріне қарап барғандарыңыз қалай менді. Қанша дегенмен, өйткені бұл біз өмірге бір-ақ рет келеміз, адам біз қателесу үшін келеміз. Біз сынақ үшін келеміз өмірге. Содан рухымызды көтеру үшін келеміз, сабақ алу үшін келеміз. Өмірдің бәрі әдемі болып кетсе, бұл өмір емес қой. Сондықтан сіздер ойламаңыздар да, мен вообще жалпы ақыл айтпаймын. Психологтар ақыл айтуға біздің құқымыз жоқ. Біз кеңес береміз. 95% ол адамның өзіне байланысты. Біз тек өзінің болып жатқан запростарын бәрін анықтап реттеп береміз. Айтқан болар едім, кез келген маман иесі, бұл жерде тек психолог деп асын сызбай ақ қояқшы. Кез келген маман иесі, оның ішінде психолог дейік. Өйткені мен осы бағытта кетқаннан кейін өтініш, енді ренжімеңіздер, барынша адаммен жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені адамның тағдыры, ол оның өмірі. Мен өте кегізді көзіме жас келіп жатыр, ол бәл жауап береміз оған. Ол ойыншық емес қой, біз былай шайды құйып беріп, ол шай дұрыс болмады, келесі шайды алдыра аламыз, ал оның өмірін біз қайттан алдыра алмаймыз. Енді айбетпеніздер жаңа, мен өте қатты қараймын, сондықтан жақында маған таңғы 5-те бір кісі хабарласты. Сенесіз ба? Өте дөрекі, өте дөрекі. Қай қала екенін айтпай қойын. Көтердіңіз ау әйтеуір трубканы. Психолог емессіз ба сіз деді. Осы дауыс. Сосын сәлеметсіз ба? 5 қой таңғы. Сосын сәлеметсіз ба? Қандай мәселе айта беріңіз дедім. Бір адам жылы сөйледі ау әйтеуір. Местоположениені жіберіп жатырмын. Келіңіз маған дейді. Көрдіңіз ба? Біздің адамдарда да уже білімнің, біз психологтарды кінәлай бермейікші. Кей кезде біздің адамдарымыз да кей кезде бізге деген отношениесі да такой, енді айтпай ақ қояйын да, түсініп отырсыз. Сонда айтқым келгенде жақсы жіберіңіз, мені күтіңізші деп Яндексті шақырып барсам, үлкен бөгеттің үстінде тұр. Ол 2-ші группа инвалид, коляскада отыр, сенесіз ба? Мен ол кісіні үйге алып келдім. Біздің психологияда баруға, үйге келуге біздің құқымыз жоқ. Бірақ адам ретінде қараймын да мен бірінші. Қазір ол кісімен дос болып кеттім, но бірақ ол кездегі ситуациясы күйеуі үйінен қуып шыққан, түнгі 3-те қуып шыққан, өзіне қол жұмсауға дейін барған. Соң 5-6 психологқа звондаған. Енді олар алуға да міндетті емес қой, енді жұрт ұйықтап жатыр, әртүрлі жағдайлар болады деген секілді да. Сөйтіп барып, сондай да жағдайлар болып жатыр. Жазира ханым, ол біреу ғана. Әртүрлі ситуациялар бар. 6 ай үстіндегі рубашкасын шешпей, әкесі арқанмен байлап әкелгенде 19 жасар бала менде болған. Қазір Америкада оқып жатыр ол бала. Тәте деп звондап тұрады. Мысалға ғой, ол біріншіден адам ғой. Ал егерде соған мен мына жердің есін білдірдіңіз, ертең көйлегіңізді шешіп келіңіз. Кто я такая? Это моя просто профессия. Аллах маған берді. Мен неге дизайныммен кетпедім? Значит, Аллах білді мен адамның жан дүниесімен жұмыс жасай алатынымды.
мен никогда психолог пациентті қабылдап отқан кезде мен никогда барынша біз адам ретінде қарауымыз керекпіз, оны пациент ретінде емес, адам. Сосын қазір бар ғой, 40 минут уақыт бітті. Қандай 40 минут уақыт? Ол енді ашылып жатқан кезде уақытты бітіру заңдылығы бар. Окей, 1 сағаттан аса. Терапияның өзі заңдылықтары бар. Бірақ кей кезде сол адамның бір мүмкіндігіне де сәл уақыт беруге біз тырысуымыз керекпіз деп ойлаймын. Сондықтан кейстер өте көп, Жазира ханым, өте көп, бірақ өте өзімнің жұмысыма деген әуелі Аллах тағала, екінші әрбір ісімізге деген ризашылықпен, сондай махаббатпен қарасақ, біз нәтижеге жетеміз деп ойлаймын. Бұл да бір заманның талабына сай шығар деп есептеймін. Екінші жағынан жеке өзімнің пікірім әрине. Мысалы қазір айтады ғой, бұрын ата-бабаларымызда қалай қаншама стресстер болды, қанша баладан айырылды, например, мәселен да, ол кезде психолог болған жоқ, қазір неге осы көбейіп кетті деп бүйтіп жек көріп қарайтын да адамдар жоқ емес бар. Бірақ бұл заманның талабы, әріптестер, жерлестер. Екінші жағынан өзім ойлаймын, біз жаһандану, даму үдерісіндегі елміз. Басқа мемлекеттерде психология 50 жыл бұрын, 70 жыл бұрын, 100 жыл бұрын бар. Олар саналы деңгейде өмір сүруді қалыптастырған. Біз санасыз деген сөз емес қой бұл. Біз көп жағдайда өзімізге емес, біреудің өміріне көп уақытты құртып аламыз да, өзіміз әлсіреп қаламыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұрын адамдардың өте көп жағдайда физиологиялық қарым-қатынастар өте көп болған. Араласқан, мал баққан, шен орған, огород еккен, егістікте болған, өте көп сәбилерді дүниеге әкелген, сол кезде содан қан айналымы болған өте көп үлкен қариялардың әңгімелерімен барып кеңес, билер болған деген сияқты. Ол кезде физиологический қозғалыс көп болғаннан кейін адам стресске түспеген. Айналым бар. Ал қазір бізде бәрі кнопка ғой. Және біздің қолымызда, ұялы телефонда біз мүлдем өте көп энергиямызды тартып алатын, және де өзіміздің өміріміздегі құнды адамдарымызға назар аударып, соған бөлу керек уақыттың бәрін біз тысқа жұмсап қойғаннан кейін, сіздің қажетті энергияңыз өзіңізде қалмағаннан кейін, және де сіз өзіңіздің жылулығыңызды беретін отбасыңыздағы жақындарыңызға назарыңыз аударылмағаннан кейін, сіз көп жағдайда өзіңіз қалып қоясыз, және де өкінішке орай психологқа жүгінуге тура келіп жатады. Әрине ол енді жүгінген дұрыс деп есептеймін өз басым. Қазір біздің жалпы халықтың деңгейі, сауаты, саналық деңгейде балаларын әкелуі, диагнозын қойдырып алуы, әрі қарай дамуға, өрлеуге, өсуге, үйдегі ситуацияларды шешіп алуға мүмкіндіктерге өте назар аударуын мен қолдаймын. Бет алды баруды қолдамаймын, барып көре салайыншы деу, это вообще дұрыс емес. Жалпы сізде запрос бар ма, менде осы неге дұрыс емес деп маманға баратын болсаңыз, өте жақсы. Өйткені сіз мысалға біреулерге өкпелеп жүрсіз, жылыңызға, жасыңызға жас қосылып жатыр. Бір күні сіз, неге мысалға мен больницаларда өте көп жұмыс жасаймын, жасап та келе жатырмын да. Қазір неге онкология өте көп болып кетті? Неге бізде рак деп айтамыз? Оны жасыра алмаймыз, ол бар ғой. Түбірінің бәрі біздің ренішімізде тұр. Кезіндегі реніштер, соны жібере алмауымыз, свобода, яркий, өзімізбен шынайы қалай барымызға риза болу, Аллах бізді қалай жаратты, біз біреудің өміріне қызығамыз, біреудің байлығына қызығамыз, соған ұмтылу өте жақсы. Бірақ сен өзіңнің жағдайыңа қарап, өзіңмен жұмыс жасап, соған қарай ұмтылып отырсаңыз, это другое дело. Біз өзімізбен жұмыс жасамаймыз, біз аналарды жаңағы қазақшалап айтқанда таптап, жамандап, көре алмай, қалтасын санап, соны түзегіміз кеп, Құдайдың рөлін алып алғымыз кеп атады. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Әрине дұрыс емес шешетін мен емеспін. Әр адамның өзінің өмірі өзіне қымбат, әр адамның өзінің өміріндегі болмысы, құндылығы бар. Мен өте ризамын халыққа. Қазір өте сауатты, өз орындарын біледі. Ілтипат мысалға да барайын деп едім деп жазылып жатады. Мысалға мен осы келіп отқанда да Астанадан қонаққа келіп отырмын, бір аптаға. Жазылып жатқан адамның санын мен сізге айтып жеткізе алмаймын. Бірақ өзінің заңдылығы бар. Бәрін қабылдап мен ақша істеп кету үшін келіп отқан жоқпын. Аптасына 2 адам қабылдасам, ол жеткілікті. Өйткені ол адамдағы бүкіл негатив энергия бізде қалады. Оның да екінші жағы бар. Ол да оңай емес. Онымен біз әрі қарай жұмыс жасауымыз керекпіз деген секілді да. Көп жағдайда сіз міндетсіз
сіз мені тазалауыңыз керексіз, сіз деп келеді кейбіреу. Мен айтамын, олай болмайды, екеулеп отырып шешейік. Мен мына жерде мен психологпын деп өзімше болып отырсам, ол адамның жан дүниесі, оның үміті, оның состояниесі қайда кетеді? Мен соның алдында бір саты өзім төмен отырамын. Келген пациентімді төрге шығарамын. Неге? Өйткені ол сезінсін. Ол сондай өзі шеше алмай жүрген бір шешімін шешіп келіп отыр ғой, саналы деңгейде. Сондықтан жалпы психологқа жүгіну заманауи талапқа сай дұрыс деп қабылдаймын. Қазір тіпті дәрігерлер психологқа барыңыз деп арнайы жіберіп жатыр. Неге? Өйткені дәрігерлер де біліп отыр. Өйткені адамның психосоматикалық деңгейде психологпен совместно бірге дәрігерлер жұмыс жасаса, адамдардың жағдайы чем ұзақ емнен жақсырақ, тезірек емнің шипасын Аллах береді. Бірақ әрекетін осы мамандар беріп отыратындығын да біз айта кетуіміз керекпіз деп есептеймін. Қазір соңғы 6 айда өте көп келіп отырған балалар. Бірақ мен балалар болғанмен, мен енді детский психологияны оқығанмын, білімім бар, Құдайға шүкір. Нәтижесі де өте жақсы. Балалардан бұрын мен балалардағы болып жатқан ситуацияның бәрі ата-анадағы қарым-қатынасқа байланысты, үйдегі аураға байланысты. Сондықтан бірінші баладағы запросты тыңдағаннан кейін ата-аналармен жұмыс жасаймын. Бізде қазір көбіне балалар болып тұр. Өкінішке орай екіншісі лугомания болып тұр. Осы ақшаға қатысты есепсіз кетіп қалуы. Үшінші мәселе, шынын айту керек, бұрын маған әйел адамдар өте көп келетін, қазір ер адамдар бизнес саласында өздерінің банкротқа отырып қалады, болмаса, мысалға, өте нақты өзімнің разборымды реттеп алайын дедім. Шектеулерімді шешіп берсеңіз, о не стресс нету, жай ғана келіп реттеліп алайын деп едім. Мына жерде қалай болып жатыр деп келетін ер адамдар өте көп қазір менде. Ол бір жағынан қуантады. Сосын тағы көп келетін онкология және рак ауруына химия алуға дейін дайындайтын, өздерінің психологиялық деңгейде, мысалы, химияны алуға өте қорқыныш, үрей болады ғой адамда енді. Соны психосоматикалық деңгейде адамдарды дайындап жатырмын. Өте көп қазір больницаларға, арнайы дәрігерлермен Астанада онкологиялық больницаларға барып, адамдармен жұмыс жасап жатырмын. Результаты жаман емес, өте тембрының өзгеруі, жататын уақытынан ерте шығуы, химияны қабылдамай жатқан адамдар, рұқсат етпей жатқан адамдардың тез арада психологтың 2-3 терапиясынан кейін бірден барып келісуі, шетелге баруға қорқып жатқандардың сұрақтарын алып барып, емін алып келіп, қызым, шай берейін деп едім деп жатқанда кісілер бар. Ол мәселе шайда емес, ол кісінің сол көңілі, ниеті пейілі ғой. Сондықтан қазір сондай адамдар өте көп хабарласу үстінде. Сондықтан мысалға көп адамдар ойлауы мүмкін да, тек стресі бар адамдарға. Жоқ. Мысалға мен өзім психолог бола берейін, менің өзімнің жүгінетін психологтарым бар. Барам, жолына 2 рет өзімдегі болып жатқан мәселелерді. Сосын осы жерде бір нәрсені айтып кетуге болады ма? Менің аудиториям қазақша ғой, енді қазақ аудиториясын көтергім келеді. Сондықтан әсіресе осы қазақ аудиториясындағы сіңілдерім, әрбір жерлесім болсын, психологқа сау адам келеді, осын біліңіздерші. Өкінішке орай психологқа психтар барады, сен психологқа барыпсың ғой деп тығылып бару керек емес. Психологқа сау адам келеді. Сіздегі бір ақау табатын болсақ, біз психотерапевтке жібереміз. Ол сау адам келіп, өзіндегі бойындағы бар жағдайларды реттеп, шешіп алып, әрі қарай өзінің өмір колесосында кете беруге болады деп есептеймін өз басым. Қолдаңыздар, мәселені шешіңіздер, өмірді қиындатпаңыздаршы. Өмірді Аллах тағала әдемі өмір сүруге бәрімізге берді. Қиындатып жүрген өзіміз соны қиындатып аламыз да, кінәлілерді іздеп, стресске түсіп алып, психолог іздеп. Керек емес, іздемеңіздер даже. Өз-өздеріңізбен айналсыңыздар. Таза ауада жүріңіздер. Барынша адал болыңыздар, шынайы болыңыздар. Маска кимей ақ қояйықшы. Қалай барсыз, дәл солай. Мен өзімді қабылдап тастаған адаммын. Тіпті мен жасырмаймын, мен тұрмыс құрмағанмын. Жарайды, жақсы. Менің де өзімнің нелерім бар шығар. Мен жасырмаймын. Мен оны қабылдаған адаммын.
Оның да себептері бар. Қазір над собой сол үшін де мен жұмыс жасап жатырмын. Ал егер де мен осы жасқа келдім, тұрмыс құрмадым, анау мені жолдан ұстап алады, анау мен үйде бүйтіп отырып алатын жастамын ғой, былай айтқанда. Әрине, қай қазақтың қызы тұрмыс құрғысы келмейді? Қай қазақтың қызы қай әулеттің ұрпағына келіп ата-енеге қызмет еткісі келмейді? Кім ана болғысы келмейді? Кім өзінің отағасына қызмет еткісі келмейді? Айтыңызшы. Но бірақ Құдай маған бұйыртып тұрған жоқ. Екіншіден, менің де бір әрекеттерім дұрыс болмай жатқан шығар. Мен білмеймін ғой. Бірақ ниетім, намерением түзу. Сондықтан сол үшін де мен психологтарға барып жүремін, мысалға да. Сондықтан психологқа келетін кезде шынайы, таза, өзіңізден сұраңыз, саған керек па? Иә, жақсы, тіктеліп келіңіз. Тығылып барып, тығылып келіп, сен психсың ба, псих емессің ба? Тіпті біреудің өміріне уақыттарыңызды құртпаңыздар. Әр адам өзінің өмірінің кілтін өзі ашса екен деп есептеймін. Сұрағыңызға рахмет. Өзіне деген сенімділікті арттыру үшін ең біріншіден өзін жақсы көру керек. Біз өзімізден бұрын өзгені жақсы көріп кеткенбіз. Мысалға, баланы, жұмысты, болмаса үй соғуды, болмаса кете береді, енді оның шегі жоқ. Сол үй, егер сіздің жағдайыңыз өзіңізді жек көріп, өзіңіздің самооценкаңыз төмен тұрып, 2 этаж коттеджде отырғаннан қандай толық, мен соны түсінбеймін. Біріншіден, адам өзін жақсы көру үшін не істеу керек? Ода жалпы өмірдің ережесі болу керек. Өзінің фокусты өзіне қою керек. Не эгоистично. Бірден айтайын. Эгоистік бағытта өздеріңізге фокусты қоймаңыздар. Бірінші шынайы қойыңыздар. Мен кіммін? Нешедемін? Қалай өмір сүріп жатырмын? Балалармен қарым-қатынасым қалай? Өзіңізбен мүмкін өзіңіз жабылып қалуыңыз мүмкін. Болмаса бір бағыттың соңында осы бала-шағаны асырау керек деп азан кеш дұрыс, ол бірінші орында әрине, да? Бірақ бір сәт тоқтаңыз да. Бір сәт тоқтаңыз да, өзіңіз айнаға қараңыз. Так, жалпы қалай келе жатыр? Дұрыс па бәрі? Өзіңе рахмет айтып қой. Рахмет айту, өзіңе жай ғана рахмет айтшы. Сол кезде біздің өзіміздің бейсаналық деңгейдегі фокус өзіңізге қойылған кезде мына телоны біз көтеріп тұрмыз ғой. Жанды, тәнді, бүкіл еңбекті, ілім білім қоғаммен байланысып отқаннан кейін біз өзіміз қалай болса солай жүре береді әйел адамдар. Біз жертваның мынау состояниесіне түсіп алғанбыз. Маған біреу ой молодец деп айтса, ой сен жарайсың деп айтса, сіз онсыз да молодецсіз да, бірақ өзіңізге емес. Кімге? Біреулерге. Сол кезде сіздің өзіңіз сәл вибрацияңыз түсіп кетеді. Тәуелді болып қаламыз біз. Екінші мәселе, құтқарушы рөлін алып аламыз. Яғни ананы да құтқарғымыз келеді, мынаны да құтқарғымыз келеді. Кей кезде үйде отағасы балаларына қатты айқайлап жатса, баланы опекунствоға алып жатамыз. Бала әкеден де таяқ жеу керек. Әкенің де мендігін есту керек. Түсінесіз ба? Сол кезде сол өзіңіздің құтқарушы энергияңызды өзіңізге жұмсағанда уже сіздің вибрацияңыз көтеріле бастайды. Түсініңіз ғой? Осының барлығын егер адам өзіне сондай бір әдемі гармонияда, мен айтпаймын, өмірдің бәрі тамаша. Ол өзінің қиындығымен, қуанышымен, қайғысымен бір волнада тұрған дүниені өзгертудің қажеті жоқ. Сіз өзгеріңізші. Сол кезде сіздің жан-жағыңыз өзгере бастайды. Жан-жағыңыз сізді зеркалит. Жан-жағыңыз сізді көрсетіп тұр да. Иә, сізді көрсеткеннен кейін, стоп дейсіз да. Так, бұл кісі маған не үшін айқайлап тұр? Значит, мен нені өзгертуім керекпін? Мен неден қандай сабақ алу үшін бұл кісіні маған Аллах тағала жіберіп тұр? Деген сияқты сұрақтарды қоя бастасаңыз, бірден сіз өзіңіздегі жауап тауып аласыз. Сондықтан 5 күн жалған өмірде самооценканы айдаладан емес, жан дүниемізден іздейікші. Максимально экологично, таза, рухани, шынайы, адал болайықшы. Құдай жаратқан дүниеңмен, барыңмен бағала. Біз не өкінішке орай, біреу үй соқса, бір кірпіш жоғары соғамыз деп энергиямызды құртып аламыз. Біреу шетелге барып, қалтамызда ақша жоқ, кредит алып, барып шетелге барып, история түсіріп қойды. Не керегі бар? Бар, бірақ шынайы, таза бар. Біреуге дәлелдеудің қажеті жоқ. Бірақ Инстаграм болсын, TikTok болсын, ол сенің әлемің. А біреудің әлеміне қызық, керегін ал, керек емес, қажет емес. Өйткені ол оның өмірі да. Сіздің өміріңіздің өзінің дамуы, өзінің құндылығы, өзінің әдемілігі болып тұру керек. Сол қарапайым гармония үйдегі балалармен, ата-енемен сол сақталып тұру керек. Жай ғана ауылдағы келіншек өзінің халатымен әдемі ғой, өзінің орамалымен әдемі ғой, өзінің тасып жатқан суымен әдемі ғой. Ал бірақ ол кей кезде біреудің анау Дубайда
жатқанын көрген кезде өзінің сенімділігі түсіп кетеді да. А неге мен оның орнында емеспін деуі мүмкін. А мүмкін ол келіншекке айтар едім, 10 жылдан кейін сіздің балаңыз не Дубай, Америкаға апаратын шығар. Біз білмейміз ғой. Сондықтан әр елдің, әр уақыттың өзінің сіз дайын болған кезде келетін берекесі бар. Соны біз күтейік махаббатпен. Солай ойлаймын. Энергия деген не жалпы? Сізге сұрақ қойыңызшы. Энергия қайда тұрады? Біз көре аламыз ба энергияны? Ұстай аламыз ба? Салмағы бар ма? Біз бірінші соның жауабын тауып алайықшы, энергия түгілі. Біз қазір бәріне оңай болмаған энергия, тіпті біреу жақында айтпай қойын қай қаладан екен, 1 сағат менімен жұмыс істесеңіз, энергияңыз толтырып берем, сағаты миллион. Не сұмдық? Құдай сақтасын деп айтайын. Аллах бізге беріп қойған ғой. Сізге бір шелек энергия беру мүмкін. Өміріңіздің адам бұға дейінгі жұмсалатын энергия сізде тұр. Просто сіз оны көріп тұрған жоқсыз. Просто сіз сол энергияны кез келген болмайтын нәрсеге жұмсап жатуымыз біз мүмкін. Біз өзімізді контрольдамаймыз. Түсінесіз ба? Мысалға мен алысқа бармай қойын. Маған көп адамдар былай сұрақ қояды. Кенжебек қызы, сіз энергияны қайдан аласыз? Всегда осылай жүресіз. А маған Аллах беріп қойған, мен оған сенем. Және мен ол энергияны құрметтеймін. Мен энергияны өте көп берем. Құдай тағала сол энергияны орнын толтырып қойған. Мен адам баласына ренжімеймін. Адам баласына кек сақтамаймын. Аллахқа тапсырып үйреніп қойғанмын. А не үшін мен ренжіп жүрген кезде менің ішімнен көрінбейтін менталдық энергияларды ол ұйықтап жатса да менен тартып тұрады. А мен мияқта соны зардабын шегіп жатамын. Оны осознанно өзіңнің ізденген білімің арқылы біліп отқаннан кейін мен оны есептемеймін. Түсінесіз ба? Сондықтан қыздар, жандарым, білетініміз 1%, білмейтініміз 99%. Сондықтан сол білімімізді көтеруде барынша жалпы біз өзіміздің энергиямызды сақтау үшін ең бірінші ұйқымыз тыныш, тамағымыз уақытылы, біреудің хаққысына кірмей, біреудің өмірін талқыламай, біреудің соткысын аңдымай, шыны керек. Осыған кетіп жатқан энергияның барлығын өзіңнің дамуыңа, өзіңнің ілім біліміңе, өзіңнің отбасыңа, өзіңе, жан дүниеңнің тыныштығына барынша Құдай сені қалай жаратты, дәл солай соны қабылдап, өмірдің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы дамып отыратын болсаңыз, сіздің анаяқтағы болмай қалған адамға сіздің уақытыңыз болмайды. Өйткені фокус айналып келгенде өзімізге фокусты қоймағандықтан біз көп энергиямыз шелектеп көрінбейтін менталдық деңгейде төгіліп жатыр. Сосын барып ұйқымыз дұрыс емес, жек көріп тұрамыз, қызғанып тұрамыз, ашуланып тұрамыз. Сосын сізде қандай энергия болады? Ал сол энергияны әйел адам болса, күйеуі әйел адамнан алады. Ал енді жаңағы жоқ энергияны күйеуі әйелден ала алмағаннан кейін сыртқа кетеді. Содан измена болады. Ал сол екеуі өзімен өзі ұрысып жатқанда үйдегі Аллах тағаланың аманат етіп берген балаларының проблемасы көбейе бастайды. Өйткені оларға назар жоқ. Олардың білімі тағы. Сосын барып біз мектептегі мұғалімдерді кінәлай бастаймыз. Кінәлілерді іздей бастаймыз. Сондықтан жаным, энергияны бізге Құдай тағала барлық өзінің құлдарына беріп қойған. Бірақ оған неге болудың кілті әр адамның өзінде. Қалай ашасың, қайқа жұмсайсың, ол саяқа төгіледі. Сол энергияны Аллах өзіңіздің ұйқыңызға, тамағыңызға, жүріс-тұрысыңызға, әдебіңізге, рухани баюыңызға жұмсаңызшы, отбасыңызға, табысыңызға, әдемілігіңізге, болмысыңыз бен құндылығыңызға жұмсасаңыз, ешкімнің шаруасы болмау керек. Ол әр адамның өмірі. Сонда ғана сізді бұл қоғам, өмір бағалайды. Энергия өзіңізде болады. Ал Назира ханым, сізге бүгін көп алғыс айтамыз. Астанадан ат терлетіп, санаулы уақытқа келіп тұрсаңыз да, қалаға келіп, бізге бір уақытыңызды бөлгеніңізге көп алғыс айтамыз. Енді бізге Назира ханым бір құр қол келмепті. Күшті сыйлықтар бар екен. Рахмет. Сізге де өте алғысым шексіз. Жалпы өзімнің менің осы Инстаграм парақшасында әрбір қазақтың қызы тыңдап отыр ғой. Соның ішінде Қызылорда, өзімнің туған жерімдегі сіңілдерім болсын, жеңгелерім болсын, сол кісілерге өзімнің бір сыйымды бергім келіп тұр. Тәжірибелі психолог болғаннан кейін ешқандай артығы болады деп ойламаймын. Бүгінгі сізге интервью ұнайтын болса, сіздердің маған мен қоятын сұрақтарға жауаптарыңыз мықты болатын болса, тегін қабылдау 5 сертификатын
табыстауға рұқсат етіңіздер. Керемет. Рахмет. Оны таңдау осы жердегі комиссия өздеріңіз, және маған тек осы кісі деп ұсынатын болсаңыздар, мен ары қарай ол кісілермен онлайн, Қызылордаға келсем офлайн тегін қабылдау сертификаттарын бергім келеді. Әрине сіздер оны қабыл аласыздар деген ойдамын. Біз қайырлы істерді ұмытпауымыз керек. Көп нәтиже тілеймін. Аумин. Шығармашылық, табысты, жетістіктеріңіз көп болсын. Рахмет жаным. Ризамын. Күшті болды.